Біз бүгін коронавирустан қалай емделу керек деген сұраққа жауап іздейміз. Оның ішінде үйде емделеміз бе, әлде ауруханада емделеміз бе? Осы сұрақтардың нақты жауабын осы видеодан көресіздер. Коронавирустың негізгі алғашқы белгілері қарапайым тұмаудың белгілеріне қатты ұқсайды. Мысалға, тамақ қышиды, одан кейін дене қызуы көтеріледі, одан кейін жөтел пайда болады, сосын мұрын бітеледі. Жедел респираторлық вирустық инфекцияның негізгі белгілері байқалған кезде бірден ауруханаға хабарласып, ол жақтан мобильді бригаданың келуін күтеміз. Осыдан кейін дәрігерлер сізден ПТР тестілеу алады. Ол ПТР тестілеуден егер сіздің жағдайыңыз бессимптомный, яғни симптомсыз өтіп жатқан ауру десе, онда сіз үйде емделесіз. Яғни үйде дәрігерлердің бақылауында емделесіз. Олар сізге күн сайын хабарласып, жағдайыңызды біліп отыруы тиіс. Ал егер сіздің симптомдарыңыз ауыр болып, сіз қатты қиналған жағдайда, сізді ауруханаға алып кетуге міндетті. Бастысы, сіз отбасыңыздың басқа мүшелеріне де жұқтырып алмау үшін өзіңізді изоляцияға қамауыңыз керек. Енді біз ауыр симптомдардың түріне келейік. Бірінші кезекте, егер сізге ауа жетіспей, қатты өкпеңіз ауырып, ешқандай әрекетке құлықсыз болып, температураңыз 38-ден түспей қойса, бұл ең қауіпті симптомы. Өзіңіз есептеп көрсеңіз болады. Бірінші кезекте 1 минутта адам баласы 16-дан 24-ке дейін тыныс алуы керек. Дәл осылай 1 минуттың ішінде 16-дан 24-ке дейін ғана тыныс алу бұл қалыпты норма саналады. Ал егер сіз қайта ентігіп, ауа жетіспей, демаламай жатсаңыз, бұл қауіпті, бірден дәрігерге хабарласу керек. Ал егер сіздің симптомыңыз қатты байқалып, сіз өзіңізді әлсіз сезініп жатсаңыз, бірден дәрігерге хабарласуыңыз керек. Дәрігер бірінші кезекте сізді провизорлық стационарға жіберуге шешім қабылдайды. Бұл провизорлық стационарға барғаннан кейін сізге компьютерлік томография жасалады. Бұл тегін жасалады, және оны сізге жасау міндет. Егер сіздің ауруыңыз симптомсыз және жеңіл формада өтіп жатса, сіз тек көптеген су ішіп, төсекте жатып, өзгелерден оқшаулануыңыз керек. Бастысы осы. Ал егер дене қызуыңыз көтерілсе, ибупрофен мен парацетамол ішіңіз. Сондай-ақ вирусқа қарсы ингаверин деп аталатын дәріні ішу керек. Оған қоса С витаминін де ішу кеңес етілген. Бір ескеретін жағдай, жүкті әйелдерге ингаверин ішуге болмайды. Науқас өзіне күнделік арнабаса да болады. Бірінші кезекте ол жаққа тыныс алу жиілігін, екінші кезекте пульсын қанша рет соғады минутына, одан кейін дене қызуын, яғни температурасын жазып отыруы керек. Осы кезде ғана дәрігер сізге нақты көмек көрсете алуы мүмкін. Және бұл емді қабылдау үшін бірінші кезекте өзіңіздің тұрғылықты жеріңіз бойынша, мекен жайыңыз бойынша дәрігер кеңес беру арқылы ем-дом жасауы тиіс. Бірақ сіз интернеттен немесе көршілерден, достарымнан тауып алдым, осындай кеңес берілді деген кеңестерге құлақ тұруге болмайды. Бұл сіздің өміріңізге қауіп төндіруі мүмкін. Ал егер сізде симптомдар анық байқалып тұрса, бірақ тест тапсыруға мүмкіндік болмаса, не істеу керек? Бәрі оңай, қарапайым, дәрігерге хабарласамыз, ауруханаға хабарласамыз, шақырамыз, алдында айтқандай жедел бригаданы шақыртамыз, олар дәл солай келіп, сіздің симптоматикаңызға қарайды, одан кейін ПТР тестілеуді алады, және сізге нақты ем-домын айтып береді. ПТР тестілеу тапсырғаннан кейін сіздің бойыңызда, организміңізде коронавирус болмай, бірақ пневмония болса, онда бұл пневмония коронавирус инфекциясының салдары деп түсіну керек. Екеуін екі бөлек қарастыруға болмайды. Яғни сіздің қабылдау рецепторлеріңіз арқылы коронавирус инфекциясы ағзаңызға түсті де, енді өкпеге барып, өкпеге жеткен соң өзінің әсерін беріп жатыр. Яғни асқынып жатыр, ауру енді қозып жатыр деген сөз. Коронавирусты жедел респираторлық вирус инфекциясымен шатастырып алу оп-оңай. Себебі дәрігерлердің өзі, тіпті ғалымдардың өзі
олардың симптомдарына қарап отырып адамның немен ауырып қалғанын біле алмайды. Бұны тек зертханалық сараптама нәтижесі көрсетеді. Дәм сезу мен иіс сезу қабілетінен айырылып қалған болсаңыз, онда бұл нақты 100% коронавирус инфекциясын жұқтырудың белгісі деп түсінуге болмайды. Бұл басқа да вирус инфекциясының салдары болуы мүмкін. Ал соңғы уақытта таралып жүрген екі жақты пневмония, яғни өкпенің екі жақты пневмониясы, бұл ешқандай да үйде емдейтін жағдай емес. Үйде емделуге ешқашан болмайды, және үйде ешқандай да дәрі қабылдауға болмайды. Антибиотиктің өзі пневмонияға қарсы еш әрекет ете алмайтынын түсіну керек. Бастысы емді дәрігер провизорлық стационарда немесе ауруханада жазып береді. Сол дәрігердің жазуы бойынша ғана ем-дом қабылдауға қажет. Және интернетте көп тарап жүрген ем қабылдаудың бір түрі дексаметазон мен алувия деген дәрілердің пайдасы бары туралы әңгіме. Бұл әңгімеге сенбеу қажет. Бұл препараттар өте ауыр антибиотиктер. Адам организміне қатты әсер етеді. Яғни бұл гормондар. Гормон адамның, өзіңіз білесіз, организміне қатты елеулі әсерін тигізеді. Сондықтан бұл дәріні өзіңіз өз бетіңізше емдеу үшін қабылдауға еш болмайды. Бұл тек дәрігерлердің жазуымен, тағайындауымен жүргізілетін ем-дом кезінде ішетін дәрі-дәрмек. Егер сіздің бойыңыздан коронавирус анықталса, сіз өзіңізді бір бөлмеге оқшаулауыңыз керек. Ал егер басқа жаққа, мысалға дәретханаға немесе ваннаға шыққыңыз келсе, сіз бетіңізге бетперде тағып, медициналық масканы қолыңызға қолғапты киіп, барлық сақтық шараларын қолдана отырып, қажеттілігіңізге барсаңыз болады. Бірақ отбасы мүшелеріңізбен ешқандай да қарым-қатынас құруға болмайды. Бұл вирус негізі ірі басқа вирустарға қарағанда. Сондықтан бұл вирус басқа жерде көп өмір сүре алмайды. Өз бетінше адамның организміне түсіп кетпесе, вирус өліп қалады. Сол үшін бөлмені желдетіп отыру керек. Барлық заттың бәрін сүртіп, арнайы құрылғылармен сүртіп, тазалықты ұстау қажет. Тазалық ұстағанда да сіз қолыңызды антисептикпен тазалайсыз. Ал үйді қалай тазалаймыз десеңіз, бұл хлоры бар кез келген зат. Яғни хлор қосасыз суға, сонымен жуып шығасыз. Барлық жиһаздың бетін, үстін, дастархан, еденнің өзін. Коронавирус жұқтырып, бірақ симптомы жоқ немесе әлсіз болғанда не істеу керек? Бастысы ешқайда шықпай, өзің 14 күн бойы оқшаулануың керек. Сауда саттық үйлеріне немесе серуендеуге, саябаққа шығатын болсаң, тіпті дүкенге баратын болсаң, онда біз бұл ауруды тоқтата алмаймыз. Бәрі бір-біріне жұғады, сен ұстаған заттың бәрінде ол вирус болады, ол затты қайтадан басқа адам ұстаса оған жұғады, ол да сен сияқты сосын дүкенге барады, дүкеннен бәленің бәрі шығады. Ал егер бастапқыда коронавирустың негізгі симптомдары байқалып, бірақ кейін емделіп айығып шықсаң, онда 14 күннен кейін сен ешкімге вирус тарата алмайсың. Алайда сен өзің біреуден вирус жұқтырып алуың мүмкін. Сондықтан бүкіл жерде, үйде де, түзде де карантинді ұстану қажет. Карантин шаралары барлық жерде сақталуы тиіс. Сосын тағы бір көп қойылатын сұрақтардың бірі, бұл коронавирус инфекциясын жұқтырып, кейін айыққан адам өкпесі тазарып шығама деген сұрақ қояды. Я, өкпесі таза болып шығады, бірақ бұл бірден тазара салатын дүние емес екен. 2-3 ай өткеннен кейін бірақ КТ жасауға болады, яғни өкпені тексертуге болады. Біздің Қазақстанда қайтадан коронавирус жұқтырып айығып шыққан адам қайтадан коронавирус жұқтырған жағдай әлі кездеспепті. Бірақ естеріңізде болса, Қазақстанға келген қытайлық мамандар бұл мүмкін жағдай депті. Яғни қайтадан жұқтырып алу мүмкіндігі бар. Сол үшін сақ болу керек. Айтпақшы, дәм сезу, иіс сезу қабілеті бұл 2-3 күннің ішінде қайта оралатын жағдай екен. Яғни коронавирус жұқтырған адам бастапқыда иіс сезе алмай қалады, дәм сезбей қалады, бірақ ол қайтадан оралатын жағдай. Ешкім өмір бақи дәм сезусіз, иіс сезусіз өтпейді. Бұдан қорқудың қажеті жоқ екен.